Мен айттым, болды, сен істейсің деп. Ал бала кезде кім болуды армандадыңыз? Теріңізге үлкен ойбай. Ақша табу көзі осымен жеңіл сияқты болып көрінеді. Оны салмай ақ қойын да, мен просто образға Сәлем достар, сіздермен бірге жаңа жоба Тәрбие Talks Ақтөбе подкасты. Бұл подкаст тәрбие, білім және мектеп өміріндегі маңызды мәселелерді қозғайтын ашық алаң. Бүгінгі шығарылым тақырыбы жасөспірімдер дауысы, мектеп басшысы оқушыны қалай тыңдайды. Ал спикер қонағымыз нөмірі 47 жалпы білім беретін орта мектебінің директоры Ашықбаева Жадырасын Шүйіншалина. Қош келдіңіздер. Саламатсыз ба, қош көрдік. Өзіңізді көрермендерге таныстырып өтсеңіз. Мен Ашықбаева Жадыра Шүйіншалықызы, шуағын төккен сүйікті жармын, қос балама ардақты анамын, ақ босаған аяулы келінімін, ұрпақ тәрбиелеген ұлт үшін қызмет етер ұстазбын, жалпы Алланың бергенімен Аллаға шүкір бақытты әйелмін десем де болады. Қыз сыны байқауында кезінде бір шумақ өлеңім бар еді, жаңа сол есіме келіп түсіп тұр. Күн нұрын айға бүгін шағыстырам, нәр алам сусындаймын алыс қырдан, өзімді алдарыңызға келіп тұрған нағыз қазақтың қызы Жадырамын деп таныстырам. Осы сөзбенен таныстырып өтейін. Өте керемет, Жадырасын Шүйіншалина, кәдімгідей дайындалып келгеніңіз өте көрініп тұр. Ал енді келесі сұрағым сізге, жалпы сіздің директорлық қызметіңіздегі өтіліңіз бір 5 жылдай болып қалған екен, иә? Осы директор болуға сізге не түрткі болды және қандай мақсатта келдіңіз, сол өзіңіздің шамалы идеологияңызбен бөлісе отырсаңыз? Жалпы енді ұстаздық жол, ол ұлы жол дейді, ал басшы болу үлкен жауапкершілікке алып келеді. Басшы көп болса, білім қашар, ал білімді басшы елге сән деп бекер айтпаған. Директор болу шешім. Бір жағынан жастардың білімге деген құмары, екінші жағынан мына енді ұлтқа қызмет етіп, ұрпақ тәрбиелеп, білімді шәкірт тәрбиелеу басты мақсатым деп, осы жүрек қалауы болып, түрткі болды негізі. Соған қоса жолдасымның қолдауыменен мотивациясы қосылды. Мектептің орынбасары болып жүрген кезде, директордың орынбасары болып жүрген кезінде, үлкен ұлым келіп, мама, сізді бәрі директор деп ойлайды, тұр әлпетіңіз сол директорлікке келеді, сіздің қолыңыздан келеді, директор болыңызшы деп сенім ұялатты. Сол сенімді арқаладым. Сонымен қатар енді барлық қолдаушыларым, барлығы түрткі болды деп ойлаймын енді. Адал еңбек ету басты мақсатым. Бұл енді қызмет мансап емес, мен үшін аманат. Аманатқа қиянат жасамай, бала елдің ертеңі дейді, ұстаз ұлттың тірегі дейді. Сол ертеңді қалыптастыруда, ұстаздық жолында адал еңбек ету, осы мақсатымен келе жатырмын. Бұл сонда сіздің жүре келе пайда болған бір мақсатыңыз, иә? Ал бала кезде кім болуды армандадыңыз? Бала кезіндегі армандарым өте көп болды. Аспанға ұшқан ақ бұлттар сияқты шексіз болды. Әдемілікті жақсы көрдім, сахнаны жақсы көрдім. Бір қолыма қасықпенен тарақты ұстап алып, микрофон қылып, тележүргізуші болғым да келді, журналисте болғым келді. Соның ішінен актерлік қабілетімді дамытып, киноға түскім келген. Қазіргі таңда мен актриса емеспін, дегенменен қаламын ол шәкірттердің жемісі, жеңісі, көрермендерім, ол ата-аналар, жаңағы сахнам дейді ғой, енді отбасы мен мектебіміз, ал басты рөлде ол әріптестерімменен өзімді бақытты әйел рөлінде сезініп келем, шынайы ықыласпен ойнап келем деп ойлаймын. Өте керемет, кәдімгі сөйлеген сөзіңізден оның бәрі анық байқалып тұр. Түр әлпетіңізде, кесім келбетіңіз барлығы да негізі актерлыққа келеді екен. Рахмет. Бұйырса сол арманыңыздың әлі де орындалуына тілектеспін. Көптеген ұлы адамдар бар, иә? Өмірінің соңында да өзінің арманын орындауға әйтеуір бір әрекет істеп кеткен. Сізге де сондай бір ниетте өзімнің тілек жарды тілегімді білдіргім келеді. Арманыңызға жетіңіз. Рахмет. Және ең бірінші арманыңыз орындалсын. Сіздің қазақтың балаларын білімді қылу деген. Енді сіздің арманыңызбен таныс болдық, сіз актер болғым келеді дедіңіз, иә? Ал енді қазіргі балалармен директор болғаннан кейін жақсы қарым-қатынаста шығарсыз деп ойлаймын. Сондықтан сізге қоятын сауалым, қазіргі балалар кім болғысы келеді? Бұрынғы балалар, менің өзім бала болған кезде ғарышкер болғым келеді, космонавт, болмаса ұшқыш, полицей болам деп сөйтіп қызығатын едім да. Ал қазіргі балалар енді
тиктоктан бұрынғы қазір басқа нәрсені көреді. Біз мысалы бала кезде кілең суреттен болмаса көшеден полицейдің ерекше киімдерін көргеннен кейін соларға еліктейтінбіз. Ал қазіргі балалар кімге еліктейді және кім болғысы келеді? Біздің кезімізде енді космонавт боламын, агроном боламын деп армандайтын еді балалардың көбі. Қазіргі кезде кішкентай балалардан сұраймыз ғой, тіпті кенже ұлымнан сұрағанның өзінде ютубер боламын, тиктокер боламын, блогер боламын, айфон алып берсеңіздер болды, мамандық өзі келеді деп жатады. Енді бұрындары тіпті әжелеріне барып, әже, мен космонавт болғым келеді, батыр болғым келеді десе, әжелер басынан сипап, балам, батыр бола ғой, ғалым бола ғой деп басынан сипап алға қарай жетелейтін еді. Қазіргі әжелердің көбі, енді әжелеріне барып, блогер болам десе, әжелер қазіргі заман тілімен сөйлейтін болды. Балам, ең бірінші подписчик жинап ал дейтін заманға жеттік. Шынымен солай. Енді қазіргі заман талабына сай көптеген ағымдағы ақпаратпенен тез алмасып отырады. Үлкендеріміздің өзі қазіргі тілмен сөйлейтін болды. IT мамандығы енді қазіргі кезде мына 10-11 кластың оқушыларынан сұраймыз ғой, сол уақытта көбісі IT мамандығын таңдап жатады. Бұған сонда түрткі болған не деп ойлайсыз? Енді визуалды көру ма сонда? Көру, қазіргі кезде енді қарап отырсаңыз, барлығы телефонмен байланысты, Инстаграм, тикток, ютуб, ақпарат алмасумен байланысты. Енді ақша табу көзі осымен жеңіл сияқты болып көрінеді оқушыларға да, барлығына. Ата-аналар қолдайды дедіңіз, өздерінің? Біразы қолдайды. Ал мектепше, сіздер қалай? Енді қолынан келген дарын болатын болса, ол әрине өзін дарындылығын тауып, біз енді ұстаздар оның дарындық қабілетін дамытамыз, дарытамыз, ары қарай мамандықты таңдауда көмектесе білеміз. Енді оқушы өзі кім болғысы келетін арманы болатын болса, біз оған шектеу қоймаймыз, сол жолда бағыттаймыз. Өте керемет. Ал енді балалардың, мысалы қазіргі кезде көбіне балалардың үні естілмей жатады дейді. Қазіргі біздің тақырыбымызда негізі подкасттың жасөспірім үні. Ал енді сіздер жалпы балалармен қарым-қатынасты қалай орнатасыздар, балалардың үнін қалай естисіздер, және өміріңізде сондай болды ма? Бір шешілмеген бір түйткіл бар, соны бір оқушы келіп, соның сізге бір шешу жолдарын айтты, пікірін. Сіз соны қабылдадыңыз, және екі жақ тарапта да ол оң өзгеріс берді. Енді қазіргі таңда балалардың пікірі басты құндылықтардың бірі деп білеміз. Бала өз ойын сенімді түрде ашық айта алу керек. Бұлай енді балалардың пікірін мұғалімдер тыңдай білу керек. Қазіргі кезде білім беру жүйесі тек мұғалім сөйлеп, оқушы тыңдайтын дәстүрлі жүйеден әлдеқашан өтіп кеткенбіз. Баланың бойына сенім ұялатсақ, онда оқушының ішкі толғанысы кедергі болмай, өз ойын анық айта алатын еді. Жаңа енді сондай жақсы мысалдар бар ма деп айтып кеттіңіз. Бір мысал есіме келіп отыр. Республикалық халықаралық деңгейде оқушыларменен директормен пицца, директормен ыстық шай жобасы аясында кездесу ұйымдастырып отырамыз біздер. Сол уақытта әлем чемпионы бізде оқушымыз бар, 7-ші класс оқушысы, қазір Аманжол Ханзада деген оқушымыз. Бір жиналыста, сол кездесу жиналысында, апай, мектептің ішінен мықты дарынды шахматшыларды тауып алуға болады, бір сайыс ұйымдастырайықшы деп ойын тастаған болатын. Сол уақытта бірден шешім шығарып, шахматтан жарыс ұйымдастырдық. Аманжол Ханзададан бөлек дарынды керемет оқушыларымыз бар екенін анықтадық. Мінекей, содан кейін мектепте шахмат үйірмесі жұмыс жасап жатыр. Өте керемет. Сонда бұл жерде мынадай бір мысалда бір түйеге болады. Сонда біз кейде балалардың арасындағы қызығушылығын болмаса бір жетістіктерін байқамай қалуымыз мүмкін, бірақ міндетті түрде баламен ақылдассақ, ол өзінің айналасында болып жатқан оқиғаларды міндетті түрде сіздерге айтып беруі мүмкін, және олардың потенциалын, сіз көрмеген потенциалын олар көруі мүмкін деп тұрсыз ғой, Сыры жасырғанның сыры қашады дейді, ал ойын ашқанның ойы өседі дейді. Балалардың ойын өсіру және сенім ұялату біздің басты міндетіміз. Өте керемет, сенім ұялату деп жатсыз, енді сенім ұялату, ол ұялату ғой, енді сенім ұялату үшін, бірақ оқушы өзінің ойын еркін айта білу керек қой. Өзінің ойын еркін айта алмайтын адам ол өзіне сенімсіз деп ойлаймын. Ал енді мұғалімдер не істеу қажет? Болмаса сіздер қандай бір шараларды ойластырудасыздар баланың осындай мұғаліммен қазіргі кезде
етене жақын араласуын. Өйткені қазір естиміз ғой, үлкен мұғалімдерді көреді оқушылар, бірден қысылады, ой деп, жас мұғалімдерді көрсе, ай деп ашылады. Бұл не себептен? Бұның алдын қалай алуға болады? Мен жаңа айтып кеттім ғой, оқушылардың ішінде ішкі толғаныс деген болады, және сенімсіздік болады. Сенімнің аздығы. Енді мұғалімдер керемет жұмыс жасау үшін, оқушыларға еркін ойын жеткізе білдіру үшін, мына жылы сөз жан семіртеді деп бекер айтпаған. Жылы шырай танытып, бойына, жүрегіне жол таба біліп, бағыт бағдар беретін болса, оқушының сенімі көбейе береді. Сенімді оқушы ойы асқақ болады, арманы асқақ болады, болашағы жарқын болады. Сенім, ең бірінші сенімді ұялата білу керек біз. Балаға сенім беру керек. Мына сөз бастар шешенге еркіндік керек. Жаңағы ойын айтқан оқушыға, шәкіртке сенім керек дейді. Ойын айту үшін сенімді ұялату керек. Одан артық ештеңе керек емес. Еркіндік керек дейсіз ғой, сөз бастар шешенге. Демек, балаларға да бір еркіндік істеу керек, мұғалімдердің құлақтарына алтын сырға болсын. Онда ары қарай оны үлкен бір кеңестерді шеше жатар. Ал енді сізге келесі қойғым келіп тұрған сұрақ, бұл сіздің өзіңіздің мансабыңызға байланысты, өзіңіздің жеке ортаңызға байланысты. Сіз 2020 жылға дейін 47-ші мектепте, жалпы білім беретін орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалім болғансыз, Жоқ, 2013 жылдары қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі болдым. Одан кейін басқа мектепке, мектептің директордың орынбасары болып ауыстым. Сосын 47-ге? 47-ге 2020 жылы келдім. Директор болып келдіңіз, Бірақ әріптестеріңіз әлі бар, Әріптестерімізден енді 2-3 қалған, сол уақыттан енді 12 жыл өтіпті ғой. Сол өздеріңіз әріптестеріңіз болды, енді сол мектепке басшы болып барғандағы сезім туралы айтыласыз ба? Бір қиындықтар болды ма? Енді олар бұрын сізді мұғалім ретінде қабылдап қойды ғой. Ал басшы ретінде өзіңізді көрсету қалай ол? Және қазіргі жас басшыларға қандай бір кеңестеріңізді ұсына аласыз? Енді ол 2013 жылы болған, 12 жыл өтіпті. Былай айтқанда, өз үйім өлең төсегім деген қазақта керемет нақыл сөз бар. Туған жерге туың тік деген тағы да бар. Өз ордамызға келіп, туымызды тігіп, мектеп мені төрге шығарды. Ешқандай қорқыныш сезімі болмады. Себебі жаңа қоныс жарты қоныс, ескі қоныс тұтас қоныс деп бекер айтпаған. Сол себепті мақтанышпенен жауапкершілік сезімі болды бойымда. Енді қазақта қиындық жері бар ғой, енді қазақта айтады ғой, мына қойдан қулық, ұядан ұлдық кетпесін деп, сыйластықпенен талапты бірге алып жүру үлкен сын. Мен сол жағынан қорқтым негізі. Дегенменен де әріптестеріміздің қолдау арқасында, бір ұжым болып етене жұмыс жасағанымыздың арқасында ол қиыншылықтар басымнан өткен жоқ. Себебі қолдау өте жақсы болды. Бүкіл жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді. Жалғыз өзімнен қолымнан ештеңе келмес еді. Ұжым болып, бір топ болып жұмысты атқарып келеміз, алмайтын қамалымыз жоқ. Оңай тұсы, жаңа жер, адаптация деп әуре болмайсың. Бірден сөңгіп батып кетесің. Барлығы менен бірде жұмыс жасайсың. Талапты да қоясың, сыйластық та бар, субординацияда ұстайды адамдар. Жұмыс өте жақсы жүріп жатыр. Өте керемет, ұжымдастарыңызға тәнтімін. Кәдімгі басым деп алғыс айтам. Басшыларыңыздың осындай бір құрметке ие болуы, басшыларыңыз өз-өзіне сенім алу үшінші. Бірақ бәрібірде негізі бір тым құрғанда нюанс болса да, кемшілік болмаса да, бір шамалы өзіңізге бір ұнамсыз бір тұстар болуы мүмкін сияқты ғой негізі. Ондай мүлде байқалмады ма? Енді әріптестерімнің ішінде әкімшілікте жұмыс жасап жатқан адамдар болды. Ол кісілерге талапты қою, қаттырақ талап қойып жүрсем, мүмкін ренжітіп алам ба деген бір сезімдер болды. Бірақ дегенмен басшы болғаннан кейін көшбасшы бола білу керек, ерте білу керек. Білмейтін жерін көрсетіп жіберіп, кемшілікті өзін жоя салып, ол кісілерге үлгі ретінде бағыт бағдар беру жеру керек. Сол жақтарын кішкене сондай бағыт бағдарларменен жойып отырдым. Кемшілік, енді ол кемшілік деп айтуға келмейді. Мүмкін ол деген ішіндегі толқыныс, яғни әріптесімді кезінде бірге жұмыс жасап мұғалім болдық, оған басшы болып келіп талап қою мен үшін ең бірінші үлкен ауыр сын болды. Осы сынды айтуға болады. Іштей өзіңізге сәл
дискомфорт сыйлады ма сонда Иә, талап қою? себебі талап қоя білу және сыйластықты жоғалтпау, араласамыз ғой енді, сыйластықты жоғалтпай екеуін алып жүру ол үлкен сын, үлкен жауапкершілік. Жаңа бір екі сөзіңіз маған қатты әсер етті ше, басшы және көшбасшы деген ше. Жалпы өте керемет негізі. Бізде директорларды көбі басшы деп айтып жатады ғой, бірақ енді басшы ол барлығы бола біледі. Баста тұрады болды. Ал көшбасшы деген жалпы босс пен лидерлік деп жатады ғой қазіргі кезеңде. Сол көшбасшы болуға, лидер болуға қандай әрекеттер жасауға болады? Жалпы жаңа сіз айтып тұрсыз ғой, тек баланың үнін емес, негізі ұжымдастардың да үнін ести алмайтындар бар, кейбір ағатықтары көзін жұма алмайтын адамдар да бар ше. Осы тұспен қалай жұмыстануға болады басшыларға? Басшылары енді бұрынғы кезде авторитарлық стиль деген болды, демократиялық стиль деген болды, либералды стиль деген болды. Қазір ол заман емес, қазір менеджменттің заманы, ұйымдастырушы бола білу керек. Егер көшбасшы жақсы тиімді ұйымдастыра алып, артынан ерте алса ұжымды, міне командалық жұмыс. Жаңағы қазақтың мақалы соған келеді. Жаяудың шаң шықпас, жалғыздың үні шықпас деген. Міне осы командалық жұмыс. Жалғыз басшы қолынан көп нәрсе келе бермейді. Ал көшбасшының қолынан командаменен биік белестерді бағындыруға болады. Сонда көшбасшы болу дегеніміз бұл өзілерге бұйрық беру емес. Мынаны істе, ананы істе деп. Бастап беруші, ұйымдастырушы, жетелеуші. Өзіңізбен бірге керісінше алды қарай тарту, оларды сүйру. Өте керемет. Енді сол жаңа ұжымдастар деп жатсыз, енді тек қана мектептеріңіздегі адам емес қой ұжымдастар ше. Мысалы, мұғалімдердің барлығы 36-шы мектеп болсын, 35-ші мектеп болсын, барлығы да сіздің ұжымдастарыңыз жатады. Енді сол камераға шамалы бір еркін формат қой. Сол өзіңіздің ұжымдастарыңызға, барша әріптестеріңіз, соларға бір өзіңіздің жүрек жалды тілектеріңізді, болмаса тағы бір ұсыныстарыңызды айтсаңыз, мархабат. Жақсының ақылы көпке ортақ, жалғыздың ақылы өзіне қымбат демекші. Даналық сөзге тоқталып кететін болсақ, құрметті ата-аналар, оқушылардың, балаларыңыздың үнін естейік, пікіріне қосылайық, ой жетелейтін шешім қабылдайық. Құрметті ата-аналар, 6 аға бірігіп әке болмас, 7 жеңге бірігіп шеше болмас дейді дана халқымыз. 100 мектеп бере алмайтын тәрбиені бір өздеріңіз бере аласыздар. Сол себепті ұстаздарменен, мектеппенен 3 жыл одақта жұмыс жасап, керемет ұлтқа қызмет етер ұрпақты тәрбиелеп шығарайық. Өте керемет, көп рахмет. Құрметті достар, осымен біздің алғашқы подкастымыз Тәрбие Талк Ақтөбе подкасты өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болған қонақ нөмір 47-ші жалпы білім беретін орта мектебінің директоры Жадырасын Сүйіншалина. Сізге көп рахмет. Бүгінгі біздің подкастымызда кәдімгі бала тәрбиесіне, жасөспірім үні және мектеп ішіндегі кәдімгі көбіне айтыла бермейтін мәселелер туралы ашық алаңды көрсеткендей болдық деп ойлаймын. Құрметті достар, егер біздің подкастымыз ұнаса, төменге пікір жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Ал егер ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде біздің жекемізге жазыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар, сіздерге де рахмет. Сізбен қоштастым ба? Рахмет дедім ба сізге?